Бәріне сәлем достар, сен бүгін мен әдеттегідей Батыржан және де достар, өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай бүгін бізде ең оңай сұрақтар. Бүгін біз достар ең оңай сұрақтарға жауап беретін боламыз. Бұл сұрақтарды мен өз досыммен ойластырған болатынмын. Максимум мен үшін ең оңай сұрақтарды алған болатынмын. Және де достар, сіздер осы сұрақтардың арқасында мені жақынырақ танитын боласыздар. Ал ендеше достар, кеттік. Так, достар, бұл бізде мына жерден басталады, анау жаққа шейін барады. Біраз сұрақ бар. Так, есікті ашамыз так, есікті жауып қоямыз. Ал ендеше достар, бірінші сұраққа көшеміз. Қызыл дейді, және де көк. Так, бізге мұнда түстерді таңдай деп тұр. Маған достар, әрине, так, қайсын таңдасам болады? Маған қызыл. Достар, мен қызылды таңдаған себебім, потому что менің скинімнің түсі қызыл, вот сондықтан. Көктен айды, вот осылай таңдадым. Так, достар, бізде келесі сұрақ, ислам немесе буддизм. Мұнда сіздерге объяснять етпесем де ислам, потому что мен альхамдулиллах мұсылманмын. Вот сондықтан енді бізде жаз немесе қыз. Так, мұнда жаз, мұнда қыз. Так, мұнда енді қайсын? Әрине бізде жаз. Достар, мен жазды таңдаған себебім, потому что жазда каникул болады, сабаққа бармайсың, және де жазда жылы, өзің білесің, көп несе бос уақыттың көп болады. Вот сондықтан. Және де жазда өзенге, бассейнге көп несе көп түсесің, чем қыста, себебі қыста көп несе суық болады. Вот сондықтан. Маған лично қыс вообще ұнамайды. Так, ауыл немесе қала, қалада бізде көп несе қалада күшті заттар, мысалға аттракцион, сондай, мен все-таки өзім ауылда тұрғандықтан ауылды таңдаймын. Себебі ауылда ауылда тұратындар түсінеді. Оны сөзбен айтып жеткізу невозможно. Так, енді достар, бізде келесі сұраққа көшейік. Так, келесі сұрақ бізде iPhone немесе Samsung. Маған лично Samsung ұнайды. Потому что iPhone қымбат тұрады, по идее Samsung екеуінің кейбір модельдері гигабайттары бір. Кейбір модельдері дегенде, мен алдында естіп қалдым, точнее интернеттен көріп қалдым. Samsung A71 деген 150 мың ба, сондай тұрады 200 мың. 512 гигабайт па, сондай. А вот iPhone оны білмеймін бағасын, әйтеуір 500 мыңнан жоғары. Тем более iPhone-ға көп расход кетеді. Тем более iPhone-да кейбір ойындар жазылмайды, тек қана Android-та ғана болады кейбірлері. Вот сондықтан маған Samsung ұнайды больше. Так, ал ендеше келесі сұрақ бізде BMW или Mercedes. Мұнда без понятий, әрине. Так, әрине. Әрине Mercedes. Так, бұны таңдау қиын емес, оңай болды. Достар, бұны қалай түсіндіретінімді сіздерге айтамайын. Маған Mercedes моделі және де оның жылдамдығы, оның сымбаттылығы, сондайлар ұнайды. BMW білмеймін қалай ұнамайтын. Маған Mercedes ұнайды. Вот сондықтан. Так, енді достар, біздің арнамыздағы, точнее осы видеоролигіміздегі ең крупный сұрақтардың бірі MrBeast немесе А4 Беларусь несі ютубері, және де ақш ютубері. Так, маған әрине. Так, қайсы? Әрине бізге MrBeast, точнее маған. Так, достар, менің MrBeast'ті таңдаған себебім, ол адамдарға көп көмектеседі, даже ода 40 миллионнан бастап. Және де оның челленджері маған өте ұнайды. Және де оның қатысушылар, мысалы Чендлер, Кайрал, солай сияқты. Және де оның кейбір челленджері маған прям қатты ұнады. Мысалға, игра в кальмара, как будто шынайы кино көргенде. Тағы да қайсын айтсам болады. Мысалға, 1 жас және 100 жас. Сол челленджі да ұнады. 1 жастан бастап 100 жасқа шейін. Так, MrBeast таңдаймыз. А4 контенті тоже норм, но более слишком детский. Так, енді бізде жаңбырлы күн немесе шуақты күн. Точнее, күн шуақты күн. Так, бізде маған көбінесе қайсы ұнайды? Әрине маған шуақты күн. Так, достар, мен кімді ойбай. Шуақты күнді таңдаған себебім, шуақты күнде бізде күн ыстық болады. А вот жаңбырлы күнде қатты ыстық болмайды.
Но жаңбырлы күн маған вообще ұнамайды, тем более жаңбырлы күнде көңіл күйім түседі, а шуақты күнде наоборот көңіл күйім көтеріңкі болады. Вот сондықтан ұнайды. Так, кіреміз. Ну, уже таңдап қойдық достар. Енді достар келесі сұраққа көшейік. Так, бізде кез жоқ қойық. Так, бізде келесі сұрақ. Так, мысық дейді, и мұнда ит дейді. Так, маған әрине мысық ұнайды. Ал неге ұнайтынын қазір айтатын боламын. Неге ұнайтынын айта кетсем, но мысық более-менее кішкентай иттен, және де мысық адамға қатты зиян тигізбейді. Ал ит болса адамды даже, қалай айтсам болады енді, адамға шабуыл жасайды. Но өз иесіне кейбірлер шабуыл жасамайды, но может быть шабуыл жасауы мүмкін. Тем более мысық бізде исламдағы ең таза жануар болғандықтан мешітке кіре алатын. Вот сондықтан да ұнайды. Так, тағы да айта кетсек достар. Және де ол тышқан аулайды. Вот сондықтан. Так, келесі сұраққа көшсек, сусын әлде мұнда су. Но сусын дегенде напиток, кока-кола, макси-чай сондай. Но маған ұнамайды сусын, потому что ол мені шөлімді қандырмайды. А вот су қандырады. Ну и плюс сусын вообще наоборот шөлімді одан сайын не істейді, тудырады. А вот су қандырады. Так, достар, енді біз бүкіл сұрақтарға жауап бердік. Ал достар, бүгін біз қанша сұраққа жауап бердік? Так, санап шығайын. Так, достар, біз бүгін 10 сұраққа жауап бердік. Енді достар, осы 10 сұраққа жауап бергеннен мені сіздер более-менее жақын таныдыңыздар деп ойлаймын. Ал енді достар, далаға шығып өзіміздің бүкіл сұраққа жауап бергенімізді көрсетейік. Так, енді далаға шығайық. Ну, о, кеш батып баста. Стоп, күн қайда? Ема, күн қайда кетті? Ал достар, сіздермен бүгін болған мен Батыржан. Сәлем, сау болыңыздар. Айтпақшы, арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Тағы да сәлем, сау болыңыздар.